Бәріңізге сәлем достар, Неоказакс екінші роудты бастайды. Бұл жолы Солтүстік Американың Вайоминг штатында орналасқан Йеллоустоун National Park деген жерге барамыз. Және тек өзіміз емес, қасымызда сапарлас достарымыз бар. Жол 16 сағат, өте ұзақ. Жалғыз адамға көлік айдау өте қиын, сондықтан бірге шығатын достар таптық. Егер сіздерге үнемді саяхат қызық болса, бізбен бірге болыңыздар. Сан-Диего қаласынан шыққаннан ең бірінші тоқтаған аялдамамыз Юта штатының астанасы Солт-Лейк-Сити. Бұл Сан-Диегодан 10 сағаттық жерде орналасқан. Бұл қала үлкен тұзды көлдің жанында орналасқан. Қала таулармен қоршалған, бір жағы шөлейт, екінші жағы қарлы тау. Бұл жерде 2002 жылы қысқы олимпиада өткен. Және бұл қалаға кіре беріс жерде Ап мультфильміндегі Карлдың үйі осы қалада. Адамдар мультфильмнен шабыт алып, барынша ұқсатып жасаған. Міне, Ап мультфильміндегі үйді дәл мультфильмдегідей ұқсатып, ішінде сыртында бірдей етіп салып қойған. Бұл жерге тек негізі жай келсең 3 минуттан артық тұруға болмайды. Бірақ өзінің жеке сайттары бар, сол арқылы ішіне кіріп тур ұйымдастыруға болады, арендаға алуға болады. Солт-Лейк-Сити қаласында қазір тамақ алуға келдік. Болмаққа келдік. Тамақ ішіп, алдағы күндерге тамақ алып, аюға қарсы спрей алып, мотельге жолға шықтық. Жалпы парк бұл жерден 6 сағаттық жерде. Солт-Лейк-Ситиден 3,5 сағат жүріп келіп, Сент-Энтони деген жерге келдік. Осы жерге қонамыз. Мына жерде. Бұл 4 адамдық групп алғанда $100 шықты. Істеуатсың. Экономия саяхат. Бір бөлігі. Кешер алтын істеп Йеллоустоунға кетті. Біз паркке ертерек бару үшін таңғы 5-те тұрдық. Себебі кіреберіс жерінде таңертең 9-10-дарғыда барсаң, кезек өте көп болады. Келесі бөлімді жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар.